Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүн биз геометриялык ыкмалдуулуктун О деңгээли эсептерин чыгаратын болобуз. 38-9 узундугу 12 см АБ кесинисинин кездейсоқ сын нүктөсү алынды. АС кесинисине салынган шашынын ауданы 36 см квадрат жана 81 см квадраттын аралыгында болуунун ыктымалдыгын табыңыздар. Яғни биз биринчи 12 сантиметрлик мына турган 0-ден 12-ге дейинги кестемизди салайык. Bunun aralığında bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11 дейтін аралықта бар. Енді біздің сын нүктеміз осы тұрған, мынау бізде А, мынау бізде Б нүктесі. Сын нүктеміз осы 36 см квадрат деп 81-дің арасында, яғни 36-дан ол бізде шаршы болғандықтан А квадрат 81 дейміз. Енді екі жағында түбірге алатын болсақ, бізде мына жағы 6-ға тең, ал мына жағы бізде 9-ға тең. Өйткені шаршының ауданы бізде А квадратқа тең. Яғни 6 мен 9-дың арасында болуы керек. 6 мен 9-дың арасында. Ал біздің кестеміз ол 0 мен 12-ның арасы. 0 мен 12-ның арасында бізде 12 сан бар. Ал 6 мен 9-дың арасында бізде 4 сан бар. Яғни 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Сонда біздің ықтималдығымыз 4 бөлінген 12 болады. Жауабы 3-тен 1 екен. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік. 1-де 10 кесіндісінен сан кездейсоқ таңдалады. Осы сан x квадрат минус 5x плюс 6 кіші 0-ден теңсіздің шешімі болуы анықталады. X квадрат минус 5x плюс 6 кіші 0-ден. Бұны шығаратын болсақ, бізде x бірінші болып 2-ге тең, ал x екінші ол 3-ге тең деген екі түбіріміз шығады. Енді бұны сан осіне салатын болсақ, 2 мен 3 екеуді бой алмайды, екен таңба қатаң болыпты. Плюс минус плюс бізге керегі кіші аралық, яғни минус аралығы қажет екен. Сонда біздің жауабымыз 2-ден 3-ге дейін. Ал бұл аралықта бізде 0 сан бар. Бүтін сандар ретінде алатын болсақ, ал 1 мен 10-ның арасында бізде 10 сан бар. Сонда біздің ықтималдығымыз 0 бөлінген 10. Бұның жауабы 0. Екінші есеп бізде x квадрат минус 5x минус 6-мыз кіші немесе үлкен немесе тең 0-ден деген есеп бар. Бұдан бізден түбірлерді табатын болсақ, ол d дискриминант, яғни 25 плюс 4 көбейтілген 6 ол 49, 2-нің квадраты, x1, x2-міз 5 плюс минус 7 бөлінген 2. Сонда бізде 5 7 өсіп 12, 2 өсіп 6, 5-тен 2 алсақ минус 2, 2 өсіп минус 1, яғни минус 1 мен 2-ді бой алады, 6-ға дейінгі аралық. Плюс минус плюс бізге керек плюс аралықта. Бұл жерде бізде жауабымыз минус 6-тен минус 1-ге дейін, 1-ге де 6-дан плюс 6-ге дейін. Енді қараңыздар, бізде жауап ретінде мына жақты алмай қойсақ болады, себебі біздің кесіндіміз 1-де 10 аралығында. Енді бұл жерде бізде 6, 7, 8, 9, 10 деген сандар бар. Ал барлығы бізде 10 сан бар. Сонда ықтималдығымыз 5 бөлінген 10. Бұл бізде 2-ден 1-ге тең екен. Келесі есепке көшейік. Қабырғасының ұзындығы 1 см шаршыда А нүктесі белгіленген. А нүктесінің шаршының қабырғасының теңдігі қашықтығы 3-тен 1-ден артық болмауының ықтималдығын табыңыз. Бізде осындай шаршы берілген 1-де 1 деген. Енді осы А нүктесі мына шаршыға 3-тен 1-ден артық болмауы керек. Яғни ол мынандай бір ішінде квадрат пайда болады екен. Бұның қабырғасы бізде 3-тен 1-ге тең. Яғни мына тұрған бізде квадраттың ауданын толық квадратқа бөлсек, бізде осы ықтималдық шығады. Б тең 1 бөлінген 3-тің квадраты бөлінген үлкен шаршының квадраты. 1 бөлінген 9 бөлінген 1. Бұның жауабы 9-дан 1 екен. Келесі есеп. Қабырғасының ұзындығы 1 см шаршыда. Бұл жаңағы алдындағы есеп сияқты 1, 1. А нүктесі белгіленген. А нүктесінен шаршының центріне дейінгі қашықтық 3-тен 1-ден артық болмауының ықтималын табыңыз.
Yani mına жерде bir нүкте бар. Центріне 3-тен 1-ден артық болмау керек. Yani bizde үлкен bir осындай шеңбер қалыптасады. Радиусы 3-тен 1. Yani осыдан артық болмауының ықтималын табыңыз десек, biz демек мына ішкі жақты қарастырамыз. Егер артық болуы десе, онда сыртын қарастырып кетіп қояйық. Бізде осы жағдайда ішін депті. Онда осының ықтималын табатын болса, ол осы 1 бөлінген 3 квадраты пи, яғни қарапайым шаршының дөңгелектің ауданы. Дөңгелектің ауданын жаздым. Радиусы 3-тен 1. Aslında bizde şarşının kvadratı. Yani 1'nin kvadratı. Bunda bizde 9'dan 1 pi bölünген 1. Bunda 9 asatçı pi bölüngen 9 деген cevap kaladı eкен. Келесі есеп. Қабырғасының ұзындығы 1 см шаршыда. Тура жаңағы сияқты 1 см шаршыны саламыз. А нүктесінен шаршының көрсетілген төбесіне дейінгі арақашықтықтың 1-ден 4-тен артық болмауының ықтималын табыңыз. Yani bizde мынау бір төбе болса, осыдан А деген нүктеміз 4-тен 1-ден артық болмау керек. Yani мына жер 4-тен 1-ге тең. Сол сияқты бізде мына жерде және де мына жерде де сондай шеңберлер қалыптасады. Yani 4-тен 1-ден артық болмауы десе, осы шеңберлердің ішін қарастырады екенбіз. Онда бізде бұндай шеңберлердің ауданы қанша болады? Шеңбер деп қойсақ, бұндай шеңберден бізде 4-ü бар. Kötü pi болып формуладағы, және де аудың ауданын табу үшін радиусын квадратына көбейтеміз. Сонда 4 пи көбейтілген 16-дан 1. 4-тен 16 қысқарып, пи бөлінген 4 шығады. Енді осының ықтималын табатын болса, осы пи бөлінген 4-ті жалпы квадраттың ауданына бөлеміз. 1-дің квадраты. Сонда пи бөлінген 4 деген жауап шыға салады екен. Келесі 12-ші есеп. Координатталық жазықтықта радиустар 5 см және 10 см болатын центрі ортақ екі шеңбер салынған. Үлкен дөңгелек кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысында пайда болған сақинаға тиісті ықтималын табыңыз. Yani бізде үлкен бір 10 см шеңбер бар. Yani оның ішінде 5 см кішкентай шеңбер бар. Енді осы алынған нүктеміз екі шеңбердің қиылысында пайда болған осы сақинаға жатуының ықтималын табу. Yani осы бос кеңістікте жатуының ықтималы. Енді оны қалай табамыз? Бірінші біз осы бос сақинаның ауданын табайық. Оның ауданын табу үшін мен үлкен кішкентай дөңгелектің ауданын алып тастаймын. Енді біздегі S-іміз ол пи квадрат екенін белгілейді. Пи үлкен квадрат минус пи кіші шеңбердің квадраты. Пи екеуіне де ортақ. R-дің квадраты 10-ның квадраты. Кішкентай r ол 5-дің квадраты. Сонда пи көбейтілген 100 минус 25. Екеуін азайтатын болсақ 75 пи деген жауап шыға салады екен. Енді осы есепті ары қарай жалғастыратын болсақ, біз қайсыған енді оны бөлетін боламыз? Ол әрине үлкен шеңбердің ауданында. Yani ықтималды табатын болсақ, осы 75 пиді бөлеміз үлкен шеңбердің квадратына. 75 пи бөлінген пи көбейту үлкен r деген 10-ның квадраты. Пи мен пи қысқарып 75 бөлінген 100. Екеуін қысқарып 25-ке қысқартатын болсақ, бізде 4-тен 3 деген жауап шығады екен. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Егер де осы есеп осы сақинаға тиісті болмау десе, ол шеңбердің іші деген сөз, ол керісінше 4-тен 1-ді береді. Жалпы бүгінге осы есептер аяқталды. Келесі кездескенше.